Осы дұғаны айтсаң, екі періште қызмет етеді. Таңертең үйден шығарда не айтасың? Жай ғана шығып кете бересің бе? Пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын айтады. Кімде-кім осы дұғаны үйден шығарда айтса, Алла ол адамның жанына екі періште жібереді. Ол періштелер сол адамды жамандықтан, бәле жаладан, шайтанның кесірінен сақтап жүреді. Мына дұғаны айтсаң, Рәббің жолыңды ашады. Бисмиллах, таваккалту аля Аллах, ва ла хаула ва ла қуввата илля биллах. Мағынасы, Алланың атымен оған тәуекел еттім. Күш те, қуат та тек Аллада. Бұл ризыққа, қауіпсіздікке, сабырға арналған қорған. Осы дұғамен шықсаң, ол күн бос өтпейді. Өзін жаттап алып, жақындарына үйрет. Сақтап қой, күн сайын қайталап айтып жүр.